Қаржаубай Сартқожаұлы. Аялдамалар. Хикаят. Оқыған Гүлдария Амангелдіқызы. Алғы сөз. Үлкен қаланың даңғаза үні құлақ тұндырады. Өмірдің нар көтермес, алып жүгін арқалап, күңіренген маз бен краздар, зілдер мен зестер, олардың арасынан сынаптай сырғып өтіп жатқан Волга, Победа, Жигулилер өз алдына бір ағын. Жарық жоқ сәуле шашқан автоинспектордың алабел машинесімен бәсекелесе, айдай әлемге айқын крест салған жедел жәрдем машиналары айғайлап жүйткіп барады. Үлкен жолдың бел ортасында адамнан белі майысқан автобустар, таксилер ыңырана қозғалып өтіп жатыр. Кең асфальттың екі жағындағы тақ-тақ қара жолдың үстінде екі өкпесін қолына ұстап, қаздаңдап бара жатқан адамның ағыны да селдей. Осы жандар неге асығады екен? Ертеңге ме, әлде одан арғыға ма, әлде балғын дәуренге, бал татыған күндерге, базарлық қызыққа асыға ма? Заман солай алға сүйреп, заңғар биіктік қол бұлғап, талғау тағдыр келешекке асықтыра, аптықтыра жетеле ме екен? Сағынышы сыңсыған келер шақтың балғын бағы күтіп тұр ма екен шіркін? Иә, сол бейкүнә махаббатын ұсынып тұрған ертеңге не алып барамыз? Бүгінгі бітіргеніміз қаншалық? Бітіреріміз ше? Алдағы күнге ай парадай етіп құшақтатар қолымызда не бар? Ертеңгі ұрпақтар онымызды мізде тұта ма? Олар әлде, бұрынғылар ма? Бұрынғылар түк бітірген жоқ, олар надан болған, біз бәрін істеп бітірдік деп танауын көкке көтере ме? Келешекке шындыққа тай салмай, оқтай түзу қарай алатындай еңбек еттік пе? Иә, бұны замана шоттың тасына салып, уақыт деген жүйрік айтелер есептей берер. Ал біздер осы туралы ойладық па? Бүгінгі нан, бүгінгі деп қаздаңдаумен уақыт өткізіп алған жоқпыз ба? Келешекке мүләйімсімей, кібіртіктемей құшақтата салатын ананың ақ сүтіндей әппақ, көгілдір аспандай тұнық, табиғат ананың көктемгі көркіндей табиғи, адамдық ар-ождан асқақ сезім, кіршіксіз мөлдірлікті әрбір жаңа ұрпақтың жүрегіне қонақтата алдық па? Осы сауал нөпір топтың ішіндегі адам ағынның бірі боп кетіп бара жатқан шүкімәннің алдын кес-кестей береді. Құмырсқаның илеуінде құжынаған шолы қала әлемнің бір бұрышындағы алып қазандай әсер қалдырды. Осы бір алып қазанда қайнап жатқан алуан ойлы, алуан саналы, алуан құлықты адамдардың жақсылығы мен жамандығы, алып қазан күш алып бұрқылдаған сайын бірінен біріне сіңіп, бірінің жақсылығы екінші біреудің жамандығына араласып, бірін-бірі толықтыра, бірін-бірі қанықтыра қайнап жатқандай. Алып қазанда қайнап, әбден пісіп болғандар өмірдегі өз орнын, өмірдегі өз көзқарасын тауып адамға, ортаға, қоғамға өзіндік ықпал ететіндей әсер қалдырады. Қалай қарасаң да, алып қазанда бұрқылдай қайнап, алға жылжып, ертеңге асыққан адамдар. Сонда шүкімән екі өкпесін қолына ала ма, адам ағынының алдын тоса? Ей, адамдар, неге асығасыңдар? Ертеңге ме? Ертеңге баратын дайындығың қандай? Бүгінгі мынандай нұр тамған заманда сол ақ дидарлы қоғамның шаршалаңын басатындай адалдықты тоқып ұстай алдыңдар ма? Адамдар-ау, ағайындар-ау, бүгінге қалдырған қолтаңбаңа өкінбейсің бе деп айқайлағысы келді. Жалына жүріп, адам ағынды өз жүрегіне үңілдіргісі келді. Адам ағынды артта қалған ізіне бір сәтке жалт еткен көзінің қиығын бір мәрте қаратқысы келді. Осы ой оны аялдамаға, жаңа кеп автобустың тоқтаған есігіне қарай лықсытып ала жөнелді. Бірінші аялдама. Әрия ағай айтатын: айналайын, жас кезімізде бізде қызба болғанбыз, денеге шыққан шиқанның қанын судай ағызып, сығып тастамақ боп, қолымызды ала жүгіретінбіз. Сабыр қалқам, сабыр. Сабыр түбі саралтын. Бет алды сығып тастасаң, ушығып, қанға микроб кірсе қайтесің? Бір рет ушығып жер алған ауру қиын. Қанды қанша сүдіргеніңмен не пайда? Біраз сасқалақтатар қалқам. Міне сол күннен бастап сенің сары ізіңді аңдитын көлеңкең пайда болады. Бұдан былай біреудің көрініп тұрған шиқанына бет алды қол тигізбе.
көлеңкең көбейіп кетсе, көгит бір жақ, көбейт бір жақтың кебін керсін, қарағым. Әлгі өмір деген айдындағы күресің осылай басталады. Осылайша жер басып жүргеніңде көлеңкең бір елі қалмай еріп жүрер. Ол сенің сақшың болғандықтан өзіңді берік тік ұстайсың. Сақшысыз адам маужырап қалғып кетер. Қалғып кетсең, өмірде еш нәрсе бітірмей өтерсің. Ал қарауылың болса, әрбір қалғып бара жатқаныңда сені түртіп оятып тұрар. Ол саған іс жүзінде осылайша жақсылық істеп жүргенін сезінбес. Тек есемді алып, қарымта қайтарып жүрміндер. Әрине, солай-ақ болсын. Сен бірден албырттықпен, сәбилік аңғалдықпен есепші ағаңның шиқанына қолыңды тигізіп алдың ба? Онда тағдыр саған да көлеңке сыйлайды. Бұл ағаң күніне 10 рет, не 100 рет сезіміңді шабақтар. Тек төзіп бақ. Тебінгідей төзімнен тебендей қалғанша шыдап бақ. Сонда ғана жеңіс сенің қолыңда. Айналайын, қарағым, жас өсіп, жарлы байитынын ұмытпа. Шүкіман автобусқа кіре бере артқы орындықта отырған шаян көз тыртық бет ешкі бас есепшіге көз түсті. Бас есепші бұған зәрлене жымиды. Иә, күлкісі келмесе де езуін ыржитты. Күлкісі у шашып тұр. Сол жақ езуі сәл жиырылып, жымиған нышан көрсеткенде ащы мысқыл оны шашып, жүрегіне біз сұғып алғандай болды. Әй бала, кеп қалдың ба? Лақтекеге бақылдауды үйретпейді. Саған орын жоқ деді. Қайда кез болса, сонда айтатын сөзі осы. Шүкіман дүлей адамша мелшиіп тұра берді. Бас есепшіге жауырынын бұрып, көзін алысқа қадап тұрды. Сонда да бастығының ата қараған шаян көзі жауырынының ортасына инедей қадалып тұрғанын сезінді. Бас есепшінің бұдан бір ай бұрынғы қылығы көз алдынан тізбектеліп өте берді. Бөлме ішіндегі көк түтін қолқан қабат. Еркешора қыздың жұқа ерненен көк түтін көкшулан жіптей шұбатылып, тыртық бет есепшінің орсиған тісінің арасынан бұрқылдап, қапсағай денелі ағайдың кірбеген жанарын жанай өтіп, әйтеуір бірінен бірі қалыспай будақтайдай кеп. Есепшілердің аядай бөлмесінің есігін ашып, әуелгі қарағаныңызда кім қай бұрышта не істеп отырғанын көре алмайсыз. Әбден көз тоқтата келе, олардың кім екенін аңғара бастайсыз. Жиырмаға жаңа ғана ілінген еркешора қыз үстелінің суырмасына алақандай айнасын шығарып, телміре, тесіле қарады. Сонан соң қасына қара бояуды қалыңдата бір сүйкеп сүрмеледі. Артынша ернінің бояуын қанықтыра түсті де, қасын кере, кірпігін қамастыра, қанын ішіне тартқан бетінің терісін бір сүйкеп өтіп, өзіне көңілі тола аса бір ызғармен ұзақ қарады. Көзінің алдына күлкі үйіріліп, мұндай сұлу мүсін сыйлаған табиғат анасына ырзалығын білдіргендей болды. Айнасын суырмасына сүңгітіп жіберіп, сөнуге таяған бітаның сары тұқылын қайқы еріне қондыра салды. Сонсоң қоймалжың көк түтінді бұрқырата бір үрлеп қойды. Дүниеге тойымсыз ашқарақ көзін төңкере жарқ еткізіп, бір тізесіне екінші балтырды артып тастай салды. Сол-ақ екен, еркешора қыз бітаны бұрқыраттай келіп, дөңгелек шеңбер жасап ойнай бастады. Үстел үстіндегі іс қағаздары есеп шоты жайында қалды. Бас есепші қыздың жастығына қызықты ма, әлде сұлулығына жан кіріп бара ма, қарашығында құмарлық оты лап етті. Алдындағы асқа тәбеті түскен адамдай үздіге қарап, сілекейін жұтып жібергенін өзі де байқамай қалды. Бастығының бұл қылығы Шүкіманға сондай ерсі көрінді, әрі жеркеніш тудырды. 60-қа таяған қырқылжың адамның бұл қарасы сондай ұнамсыз. Мүлайым көзінің жиегі суланып, астыңғы ерні бір жағына қисайып ыржиғанда, тым ебедейсіз бір кескін қылп ете түсті де, дауысы шөпке тойған ешкінің дауысындай қарлыға үздігіп шықты. Біздің қызымыз хас сұлудың өзі, деді. Қыз жанарын жарқ еткізді. Дауысының ебедейсіз шыққанына ма, әлде орынсыз әбестік көрсеткеніне қысылды ма, өшкіндей бастаған қарашығынан ұшқын қылаң бере, өлесірей барып өше қалды. Қолы қалтырап, алдында жатқан іс қағаздарын бірін ұстап, бірін тастай берді. Жаңа қылығын Шүкіман байқап қалмады ма екен дегендей, есік алдында отырған бұған бір ызғарын төге көз тастады. Шүкіманның езуіне үйірілген мысқыл оның сезіміне ине шаншып алғандай болды. Бастығының бұл қылығын көзінің қиығымен байқап отырған көмекші есепші
оған қолайсыз жағдайда қол ұшын бергісі келгендей жүрегі бүлк ете түсті де: «Біздің Басекең әсемдікті қалай бағалай біледі, деп қолпаштамақ болып еді, сөзі де ырғағы да кекесін іспеттес жып-жылымшы болып шықты. Бас есепші осындай қысылтаяң кезде қол ұшын беріп жүрсе, тым теріс кетпейтінін ол жақсы біледі. Қытымыр бас есепші бір кетсе шәңкілдеп қатты кететініне әбден қанық болған ол, осылай көпшік қоя сөйлеп, тілінің ұшына теуіп келген улы сөздің аз да болса уытын қайтаратынды. Адуын мінезіне басса 4-5 күн құлақтарынан сөз кетпейтіні белгілі. Екіншіден, өзі әсте ашық айқасқа шықпайды. Керісінше, сіз, бізбен жеңілдің асты, ауырдың үстімен күн өткізіп жүріп жатса, құмалаға түгел. Бәрін байқап отырған Шүкіман бұлар үшін ұяттан өртене жаздап отыр. Өзі келгелі де 6-7 айдың жүзі болса да, қайсы біріне тым жұғысып, іштесіп кете алмай-ақ қойды. Құр көлгірсуді өлердей жек көреді. Мектепті жаңа ғана бітіріп келген жас қыз кәрі шөңгейлердің бұл көлгірсуінің қай сырына түсінсін. Олар шықылықтаған сайын менен өткен сұлу жоқ деп кеудесі ісінбеске кім кепіл? Сонда бас есепші мен көмекші ағайдың көлгір сөзі жас адамды тәрбиелеу емес, қараңғы тұманға итеріп, өмірден адастыру ғой деген ойды Шүкіманның миына біреу сіңіріп жатқандай болды. Бұл қыз өмір бақи айнаға телміріп, ерке шоралық пен ғұмыр кешпеу заңдылық, ертең біреуге жар, ақылды ана болуға тиісті. Міне, жас қыздың шие ерніне тамсана, бір сәтті ләззат үшін өліп өшкен бас есепшінің сиқы мынау. Ертең өмір бұдан жасында сұлу болғанын, бастығының бағалағанын сұрамайды, өмірде не бітіргенін, міндетін қалай атқарғанын безбендеп бетіне басқанда, бұл сонда не деп жауап берер еді? Біріміздің келешегімізге екіншіміз жанашырлықпен қарап, ортақтасуымыз парыз емес пе? Сен тимесең, бадырақ мен тимейін деп басты бүркеп көрсек те, көрмеген боп, білсек те білмеген боп отыра бергеніміз адамдық ар-ұждан дегенің қай жағында қалмақшы? Ессіз жастық бұны анда бір, мұнда бір соғудан тайынбас деген ой келуі мұң екен. Ол бастығының шабына от тастай, ерке қызға ой тастай турасынан тіке кетті. Бұның сұлу бетіне шай құйып ішпейсіздер ғой. Онан да көп көлгірсімей, істетігін үйретіп, бітпей жатқан жұмыстарыңызды тындыртып алсаңыздаршы, деді. Әлгінде ғана өзінен өзі қысылып, қолайсызданып отырған бас есепші шап ете түсті. Не дейсің сен? Не деп көкіп отырсың? Бізге мына маған ақыл айтатын сен кім едің? Текеге жаңа туған лақ бақылдауды үйретпейді, деп шұбырта зіркілдеп ала жөнелді. Шүкіман оның бетіне қарап еді, шаян көзі шақырая кетті. Қолы дір-дір етіп, темекісінің желімі ашылып, шала тамызған ұшынан шашылып төгіліп тұр. Не айтып, не қойып жатқаны санасына кірмеді. Көз тоқтатып бір қарағанында аузы көпіршіп, өңі қып-қызыл боп, қырылдап-сырылдап, қақырынып түкірініп сөйлеп жатты. Бұл Шүкіманның бас есепшімен екінші өң шайысуы. Алғаш келе салысымен сол бір финанс тармағының шықтағынан басталғанда. 75-тің 76-сындағы теріс тармаққа түскенін Шүкіман бас есепшіге ескерткеннен ақ ісін асырға шапты. Бұныкі дұрыс бола тұрса да, қол астындағыларды уысына қыса ұстап, өзінің алдында құрша жорғалатып үйренген ол ыршып түскенді. Енді міне, көк желкесіне төніп кеп, ашқарақ көк бас сонадай ызыңдап тұр. Шүкіман оған бұрылып қарап еді, желімі ашылған шылымын сілекейлеп, алдында ашық апаннан шыққан мордың түтінендей, көк түтінді көмекейінен бықсытып шығарам дегенде тамағы жыбырлап, қыстыға күркілдей жөтеліп қалды. Жөтелген кезде аузындағы көк түтін бұрқ-бұрқ етіп ытқып шығып, Шүкіманның төбесіне қарай бұлт үйірілді. Бас есепші әбір енді мұның қарсы алдына шығып алып, онан әрмен көсілттай келіп, Шүкіман оны алғаш көргендей бетіне қарап отыра берді. Кіжіне, қызына сөйлеген сайын төбесінен қара құсына дейін тайқылап, маңдай алдын тұрғыза тегістеп алғызған қара шашы кірпінің түгіндей тікірейеді. Оң жақ бетіндегі тыртығы шала күйген тулақтай тырысып, көмекейі бүлкілдеп, аузын ашқан сайын жыртыла айырылып кете жаздайды екен. Бас есепші айылын жимады. Сен сияқты шала піскен дүмбілез немелер мен менсінетін болған жоқ. Кеудесінен нам піскен сабалақтардың талайын көргем. Әуелі мұрныңды сүртіп алып,
Сонан соң менің бетіме дұрыс қарауды үйрен, деді. Дәл осы араға келгенде Шүкіман мырс етті. Өйткені оның қазіргі сиқы күлкі келтіргенде тым ұсқынсыз еді. Шүкіман жымиған сайын бас есепші үдей түсті. Шүкіманның әрбір жымиысы онсыз да жұқарып, жарылғалы тұрған нервісіне тікенекше қадалған болу керек. Бесіктен белің шықпай жатып, менімен алысатын сен кімсің? Көп болса, мұғалімдерден сұрап алған 5 сымағыңды бұлдамақсың ғой. Өмірге сұрап алған 5 жүрмейді, дейді. Сен сияқты сілімтірді табанға салып таптап, белінен басып үзіп, көзіңді шығарып құртамын, дейді. Осы сөйлемдерді айтқан сайын айызы қанып, желпініп кетеді. Бағанадан бері құдіретті бастығының қызықты лекциясын төзіммен тыңдап отырған көмекшісі дембелше қара осы бір ыңғайлы сәтті пайдаланып, орнынан тұрды да сағатына қарады. Сонсоң бастығының иығына ақырын алақанын салды да, бипаздай сырғыта келіп, қолтығынан ұстап тұрып жымиды. Директор сізді күтіп қалды-ау, деді, дауысы тым биязы. Егер директор шақырмаған болса, жұмыстың соңғы минутына дейін сырғытып жібере беретін беді, өзі қайтер еді. Шүкіман оған ләм-ләм деп тіл қатпады, тек шығып кеткен соң, деп ауыр күрсінді. Олар шыға бере, ерке шора қыз иығын қиқаң еткізіп, қасын кере, ашқарақ көзін тағы бір төңкеріп тастап, орнынан тұрды. Иығына бос жаба салған ұзын шәлісінің екі ұшы тізесін соққылап, табаны бір қарыс платформасымен еденді безлете басып, етімен ет қып қынай киген көк таралы женседі теуіп тұрған құлын бөксесін бұлт-бұлт ойната келіп, шылымның тұқылын қоқыс салғышқа атқытып жіберді. Шүкіман біраз шұқыланып көріп еді, ісі өнбеді. Темекінің бөлме толы түтінінен лоқси бір-екі жөтеліп алып, қолынан енді түк өнбесін білген ол. Қағаздарын суырмасына салып, үстелден сүйретіле тұрды. Бөлме іші аш түтін емес, бас есепшінің қылығымен сасық пиғылындай сезілді. Осы бір қапырық түтін, сасық сана оның жүрегін айнытып, басын айналдырғандай болды. Оңаша қалған соң бөлменің ішін ерсілі-қарсылы кезіп, қоймалжың, ащы сезіммен арпалысты. Бұлайша жүргені тіпті иттірліктей, бұл ортадан қашып құтылу керек шығар. Жоқ, онда өзін мәңгі жоғалтар еді. Соң жер басып жүрген Шүкіман емес, Шүкіманның кебінін киген құбыжық болар еді. Еш уақытта кетпейді. Егер өмір күрес екені рас болса, алысып көреді. Бір жығылар, тіпті бірнеше жығылар. Соң бұның да жығатын кезегі келер. Ол 10 жылдықта оқып жүргенде өмір деген кедір бұдырсыз, түп-түзу сызық деп ойлайтын. Осы түп-түзу сызықпен әппақ жүректі адамдар ғана жүреді дегенде иманындай сенген. Сенбесіне лаж жоқ, бұл ой анасының ақ сүтімен қанына сіңгенді. Ал сонда түп-түзу сызықпен қара жүректі адамдар тағы жүреді деп әлдекім айтқан болса, жағасын ұстап таң қалар еді. Бәрі Шүкіманды сендіре алмас еді. Ол сабаққа кірмей тұрған кездің өзінде анасы: «Қарағым, өтірік айтпа, ақ бол, адал бол. Адал болсаң адам боласың. Басқаны ренжітпе. Елдің көзіне тікенше қадалма. Елдің ала жібін аттама. Кекшіл болма, көпшіл бол. Үлкенді аға деп, кішіні іні деп, жусаннан аласа, бетегеден биік бол» дейтін. Бұл ақылын күн сайын, қадам сайын құлағына құя берді. Анасының бұл ақылын мектепке келген соң мұғалімінің аузынан естіді. Сонда ол анасының қаншалықты құдіретті адам екенін тұңғыш рет мойындаған еді. Мұғалім мен анасының ақылы кітаптарда да дәл солай жазылғанды. Жамандықты, арамдықты жақтаған, арашалаған бір сөз естіп, бір сөйлем оқып көрген жоқ. Бәрі де сол құрғыр арамдық деген жын сайтанның артынан шамала қуалапты. Әрбір кездестірген адам атты, екі аяқты, екі көзді, екі құлақты, ақыл ойлы адамдар әулеті, адамдар бәрі әлі қуалап келеді. Бірақ түбін құртып жоя алмапты. Тіпті сол арамдық дейтін қара пәле қуған сайын қаптап кететін сияқты ғой деймін. Әйтпесе, адам болғаннан бері алысып, арпалысып келе жатқанда неге жойылмайды? Қай кітаптың бетін ашса, сонда адалдық пен арамдықтың айқасын көреді. Сондықтан қаршадайынан бірінші жауым арамдық атты әзәзіл деген ой миына сіңіп қалды. Арамдық деген сөз естісе, азап ой қаза болады.
еш уақытта осы арамдық әшкереленбей қалған, жеңіске жеткен жері жоқ. Түбі баста оны маңдайында айдай әлемге әйгілі белгісі бар шығар деп жүрді. Өйтсе, онысы теріс екен. Бертін келе үнемі мен адамдықпын деп тұрмаса да, мұғалімді алдайтын, өтірікті суша суатын, журналға өзі баға қойып алатын, балаларды сабап, сотқарлық істейтіндерді арамдықтың алғашқы баспалдақтары ретінде түсінді де, солармен аянбай айқасқа түсіп әшкерелеп жүрді. Ол жалғыз өзі емес, барлық балалар осылайша арамдықпен айқасады деп ұқты. Сынып жиналысында әшкерелеп, оларды дұрыс жолға салып жүрмін деп ойлады. Сөйтсе, бәрі бекер екен. Арамдық қадам сайын, сәт сайын бұның бойындағы адалдық атты пәк сезіммен арпалысып, алысып отырыпты. Бірде ол, бірде адалдық жеңіп келген сияқты. Мүмкін үнемі арамдық жеңбеген шығар. Бірақ адалдық өктемдік еткендіктен осы күнгі өмірдің беліне көтерілдім деп ойлады. Ол мектепте жаман оқушы болған жоқ. Алдыңғы 10 баланың бірі еді. Жастайынан әдебиетші болуды армандады. Сол үшін талай-талай кітаптарды ақтарды. Талай-талай жырлардан тағылым алды. Бірақ армандаған тіл әдебиет факультетіне түсуді тағдырылған жазбапты. 10-шы сыныпты бітіріп, көппен бірге конкурсқа түсті. Бәсекелестермен аудиторияға кіргенде бағым жетпесе де балым жетер деп ойлады. 10 жыл бойы өзімен бірге оқып, әупіріммен 10-шыны бітірген Қимақ бұнымен бәсекеге түскеніне күлкісі келген. Басқаныкі басқа, ал мынаның қылығы бекершілік деді. Оны бәсекелесім деуге намыстанды. Небәрі 3 күнде 3 емтихан беріп шыға келді. Айдарынан желесіп, Қимақ конкурстан озып шығып бөлісті алды да кетті. Шүкімән 3 емтиханды Қимақтан кем тапсырдым дегенге сенбеді. Сенгісі де келмеді. Әркім өз күшін біледі ғой. Бірақ Қимақтан кем шыққанына таң қалып тауы шағылды. Аспандап келе жатқан құс құзар шыңға соғылып, талқан болғанындай күй кешті. Комиссия мүшелері жоғарғы мектептің бөлісін беріп, біте салысымен техникумға жол хат берді. Әуелі Шүкімәнді шақырды. Оқу ағарту бөлімінің басшысы. Болды қарағым, деді. Бірде өз баласындай өзімсініп, іштарға көңіл айтса, бірде жанаши келіп, оқасы жоқ. Ер жігіттің келешегі алда. Неден қысыласың? Қартайып тұрған жоқсың. Биыл болмаса келесі жылы, тіпті одан арғы жылы күшпен тартып аласың, деп дәмелендіріп бір қойды. Сонсоң бұған тікелей, сен ауылда қарап жүргенше, қатарыңнан қалмай, оқуға кетсең қайтеді? Ұйғарсаң, мына финанс техникумын ал, деді. Ол бағанадан бері жанашып, отырған ағайдың бұл ағалық ақылына құлай кетті. Көзді тарс жұмып, финанс техникумынан бірақ шықты. Сөйтсе, жеңімпаз Қимақ жанашығыш ағайдың кенже інісі екен ғой. Істің негізі қайда жатқанын бұл артынан бірақ білді. Сонда ойлады ол, арамдық уақытша ғана жеңісі келер деп. Сөйткен Қимақ сыннан құлап, 2-ші курстың жарты жылында бір жолата ауылға қайтыпты. Сол Шүкімән енді міне ұлы қаладағы алып өндірістің есеп қисабын айналдырып, басқаның тағдырын, басқаның кәсібін есеп шоттың тасына салып отыр. Ал өмір ылғи әбір сияқтылардан тұрмайды екен. Әрия сияқты иман жүзді ақ адал адамдар тіпті көп екен. Шіркін, Әрия сияқты ағайлардың саны өмірде көбейе берсе екен. Осылар көбейсе, арамдыққа жол тимеседі. Қайдан оқығаны есінде жоқ. Әйтеуір бір мықтының айтқаны ойына сап ете түсті. Адам тағдыры өмірдің көп жүргіншісі шұбырып жататын қара жолдағы кетіп тостаған іспетті. Жүргіншілердің біреуі біреуі бал тамызады. Өңшең ол болса не болып кетер еді? Анда-санда болса да таңдай жібітер. Балы болса қандай жақсы еді? Адам қанша рет құлағанымен есеп дәмеден қол үзбей, әлденеге тырмысып, арам тер боп жүретіні де сондықтан ау. Бұны кім айтып еді? Жә, қойшы сон. Дүниеде не көп, осы жазғыштар көп емес пе? Солардың бірінікі шығар деп, есепшінің орындығына бұрылды. Ол тұрып кетіпті. Орын бос тұр екен. Қаз кетсе, орнына қарға қонады деген осау. Кім біледі? Бір қызыл көздің орнына 2-ші қызыл көз отыра ма? Оны уақыт көрсетер. Мүмкін бұл да біреуге көлеңке болар. 2-ші аялдама.
Әрия ағай айтатын: өмір деген лықсып аққан ұлы дария. Ұлы дария әркім қолындағы бар ыдысымен несібесін жұтады. Біреулер алтын кесемен су ішсе, келесі бірі кетік саптаяқпен несібесін алар. Ал енді бірісі тесік ожауын алса, құр қол келген әлдекімдер жалаңаш алақанымен су өлер. Бұл өмірге төбесімен келген адам жоқ, бәрі де екі аяқпен келген. Иә, өмірге күнәдан пәк сәби боп кеп, пенде боп өсіп, жүрегі жүрек емес, жұмыршақ боп кеткендер де табылады қарағым. Ал маған өмір дегеніңіз көктемі мен жазы, күзі мен қысы жалықпай алмасып тұратын ақ бурыл алтай сияқты. Автобус тоқтай салысымен тағы да адамдар топ-тобымен кіріп жатты. Бәрі де алға қарай ентелеп жылжи берді. Шүкіман мына бір жігітпен бұрын кездескен секілді, таныды. Темір. Өздерінің менбел өндірісінде ағаш тілетін станокта жұмыс істейді. Бұрын сырттай өңі таныс еді. Соңғы бір жолы бұл екеуі ресторанда кездейсоқ табақтас болды. Ол ресторанда кездескенде жүріс-тұрысы, түр-тұрпатымен ақ көзіне әруақта елестеген. Бас есепші әбірмен алғаш келіспей қалған күн. Оқушы партасының артынан шыққалы 8 ағай. Бір ауыз сөзге келмей, жан жүйесін оңдырмай жаралады. Шүкіман қайда барарын білмей, біраз сенделіп жүр. Қырсық шалғанда бүгін Әрия ағайдың болмағанын қайтерсің. Үлкен жолдың бойындағы тротуармен ерсілі-қарсылы өтіп жатқан бір топ. Шүкіман жанынан сүйкеп өткен бірде-бір кісінің бет жүзіне тура қарамай, басы салбырап, запран ойдың тұманынан шыға алмай келеді. Бір жағынан машиналардың құлақ тұндырар гуілі мен ұлы қаланың даңғаза шуы өзі қажып оңбай тұрған жүйкесіне инедей қадалады. Ойын он соққа бұрып, мең-зең ғып тастаған зәрлі сөз жүрегін жегідей жеп жанын түршіктіреді. Қара ноқаттай қадалған оқты қарашық өзек құрттай у шашады. Бәрінен қашып шығып аулаққа тым-тым шығандап кетсем бе екен деп ойлайды. Бір сәтке болса да оңаша шығып ұмытуды көздеді. Қаншама еске алмайын десе де, көз алдында албасты да елеңдеп көлбей береді. Шүкіман у-шудан аулақтау, қалың ағаштың арасына орналасқан сәуле мейрамханасына бет бұрды. Мейрамханаға кіре, оңаша бұрыштағы үстелді жеке иемденіп еді, оң бүйірінен секең етіп темір шыға келді. Біраз жұтып алған, көзі шапыраштанып сенделеді. Ол Шүкіманның үстеліне келіп ізетпен рұқсат сұрады. Қарсылық болмаған соң шынтағымен үстелге бар салмағын сала орындыққа отырды. Бір қолындағы бөтелке толы арақты мойнынан қылғындыра ұстап үстелге қойды. Достым, кешіре көр. Сен жалғыз отырған соң келдім. Кешірмет, деп тағы бір рет сыпайылық танытты. Жігіт ақылсыз емес сияқты, бірақ тым сенделіңкі. Сонан соң бұған қадала қарады. Ренжіме достым, мен шектен шыққан арақшы емеспін деді. Жанарында зіл жоқ. Ол Шүкіманға құпия сырт айтқысы келгендей ұмсынып. Сен жалғыз отырған соң әншейін бұлайша келіп қалдым. Жалғыздық құдайға ғана жарасады ғой деді. Бұл сөзіне Шүкіман мырс етіп күліп қана қойды. Оның сөзіне разы болып ойлана қалды. Қатардағы көп арақшының бірі болса бұлай демес еді. Әлде іштегі жан қайғысына жанын жегізген бейбақ па деп, оның бетіне пайымдай қарады. Ортадан сәл сұңғақтау бойлы, бетінде сылып алар еті жоқ арық жігіт, шашының артын қысқа кептелеп, қысқа маңдайдан жарып, екі жағына қарай өз еркімен қоя берген. Желкесін шашы жауып тұр, қала жастарына тән, соңғы мода. Бетінде қан сөл жоқ, екі жақ пышақ жанығандай. Осы суалыңқы жақтың ортасынан төмен қарай екі ұзын сызық ора түсіпті. Бұнысы 21-22 шамасындағы жас жігітті тым қажытып көрсетеді екен. Онымен қоса, көзінің қиығында тілегеленген мұң, жанарында өксікті өкініштің ізі тұр. Аздап ішке арақтан ба, әлде дене бітімі солай ма, екі иығының иіні түсіп, жарға соғылған балықтай дымы құрып тұрған тәрізді. Бұны өндіріс ішінде талай рет кездестіріп жүрсе де, дәл осылай ішкі дүниесіне үңілетіндей қарап көрмеген еді. Екеуі үнсіз, арақ бойына тарап серги бастаған Шүкіман маңайына енді көз жүгіртті. Үстел сайын 3-4 адам. Бос орын жоқ. Бәрі де мамыражай, маусымның маңқоңыр тіршілігіне бөккен. Әйтеуір жайма-шуақ жайдары жұрт. Әңгіме дүкен құрысып шат күлкінің астында, жаһан дүниені жалпағынан басып отырған жандар. Томпия тойған жұрт айналасында атом жарылып жатса да елең етер емес.
Күбір-күбір әңгіме, ағыл-тегіл сөз. Бәрі шешен, бәрі тапқыр. Жайсаңдар мен жақсылар. Мен еш уақытта еш адамды күндемеймін. Жұрттың бақытын қызғанбаймын да. Егер де әрқайсысынан сұрайтын болсаң, мен жаманмын деп ешкім айтпайды. Ал егер сіз сондай бір сүйкімдісіз деп өтірік күлгірсіңізші, дереу көңілдері марқайып шыға келсін. Жақсы сөз жарым ырыс деген осы емес пе? Кәне, жақсылап байқаңызшы. Әйтеуір таусылмайтын сөз, сөздер ағыны, сөздер кеңістігі. Сөздер. Сөз жаңбыр боп жауып жатыр. Шөлмектер мөлт-мөлт етеді. Сайқал келіншектің қылмысы анжымесындай, сылқым күлкісіндей сыңғыр еткен шөлмек пен шараптың мөлт еткен тамшысы сол келіншектің жарқ еткен жанарын қыз бен көздің арасында бір сәт қайта елестетеді. Әй, ақымақ ашты су! Сен қарапайым еңбек адамның жаны мен тәнін жарып шыққан адал тері, асқақ қуанышы едің ғой. Енді міне адам мен адамды таныстырып жатқаның сол бір қарапайым диқан мен жұмысшының адал сезімін құрметтеп, үмітін ақтағаның әрине. Ал адам мен адамды қарсы қойып жатқаның олардың жанына жара салғаның емес пе? Шіркін-ай, шөлмектің ішінен сол диқанның аш терін, асқақ арманын, зейнет мен бейнетінің барлық күйін жинап ап, аран пейілдерінің қара ниетін қанжардай тілгілеп, ат ойнатар ма едің-ай? Шіркін, сенде басқадай құдірет болса да, дәл осындай құдірет болмаған, өкінішті. Ол тіпті кәдімгідей жүдеп қалды. Шараптар мөлт-мөлт етеді, ауыздарда дамыл жоқ, жыбыр-жыбыр етеді. Шараптар шараптарға, шөлмектер шөлмектерге тіл қатқандай. Шараптар сөйлеп жатыр. Осы арақ табиғатында сондай бір жұмыс қылу үшін жаратылғандай. Ол тіпті шошып кетті. Бір қараса, қолы қалт-қалт етіп бар денесімен темір бұған бұрылып, иығынан тартқылап отыр екен. Әй, достым, бері қараш. Бері, не ойлап кеттің? Деді. Шүкіман, манадан бері байқамапты. Ол көп нәрсені айтқан сияқты. Бір жағынан оркестрдің құлақ тұндырған аш жөні өршелене үдей түсіп, аргоның дауысы безілдейді. Дәл осы шерші қатып бұздаған әуен билеп жүргендердің сезім қылын ширата ширықтырып баурап алып барады. Осы әуен, осы үн ширығып шыққан сайын барын киген қыз бен жігіттер белдерін қынай шалбарланып, өз жандарын өзі жеп серіктеп, екі өкпесін соғып селк-селк етеді. Қайсы бірі терең иірімдегі балықтай шоршиды. Әрқайсысы әр алуан қылық шығарған, әйтеуір тойып секірген жұрт. Кешегі тар кезеңде тарының ішіне түсіп күн көріп, бүгінгі мына жырғаулы тұрмыс үшін күрескен аталар мен әкелердің тартқан азабын сәт сайын еске алып, солардың ұлы ісіне теңізге тамған тамшыдай болса да, үлесін қосып жүргендер де бар. Қолынан түк келмесе де, далақтап жүргендер де жоқ емес. Ал қайсы бірі алдыңғылардың ұлы ісінің буына семіріп, көк тиын есебі жоқ, шайқап шашып, үрлеп ішіп жүргендер. Иә, бәріміз билейік, ойнайық. Бірақ ойнаған сайын, күлген сайын, өз ісімізге өзіміз көз салып, ойлана қарайық. Алдыңғылардың даярлап кеткен дайын асына тік қасық болып қалып қоймай, олардың ісін алға тарта, онан әрмен әрлендіре алдық па, әлде оған шыбындай қонжиып отырмыз ба? Иә, әрқайсымыз осыны еске алып, ойланып отырайық. Бүгінгі түлкі құрсағымыздағы асқа тоғайып, бүйіріміз бұлтиып шыққанды көтере алмай қап жүрмейік. Ол осы ойынан шошып, ыршып түсті. Мен құрбы құрдастарымның барлығының байлығын күндеп, қызғаныштан жарыла жаздап отырған жоқпын ба? Тіпті де олай емес. Жоқ, әсте қызғанбаймын. Тек қана ой арманы, қымбат жолмен келген бақытты арзан бағаламаса екен деген ізгі ниет. Сондай қымбат, бақытты сылап сипап, алдыңғыларды еске алып жүрсе екен деген адал сезімнен туындап жатыр ғой бұл ой. Темір ВТС-ін қыса ұстап, ықылығата үстелді шынтақтай отырды. Шылым ұстаған қолы кейде аузын таппай ағып өтіп, танау байғұсқа бір соқтығып, жанай өтіп, желбіршегіне сүйкене тоқтады. Осы қылығы өмір жолын дұрыс таба алмай, шықшадай басын анда бір, мұнда бір ұрып жүрген темірдің жастығына ұқсайды. Тағдыр сәт сайын, сағат сайын жүрген темірдің жастығына ұқсайды. Тағдыр сәт сайын, сағат сайын көрсетіп отырса да ұқпаймыз-ау, ұқпаймыз. Әр қимыл, әр қозғалыс, басқан ізіңді айнаға түсіргендей, айқын қайталап, көзге шұқып отырса да байқамаймыз. Байқасақ та, білмеген, көрмеген болып құлағымызды басамыз.
Әй, осы парықсыздығымыз жақсы емес-ау. Темір бөтелкенің түбіндегі қалған арақты сарқа бере болға отырып қалды. Қатал табиғатты көріп өспеген қаланың ақсаусақтары-ай, сендерді сол табиғатқа сол бір мәрте болса да сүңгітіп алар ма еді? Кенет Шүкіманның көз алдына Ақбурыл Алтайы көлбей берді. Ақшаңқан дулығалы Алтайдың арыстандай айбынын жайдары тұрып ақ, наурыз туа қатуланатын қатал табиғатын ойлады. Араға апта салып ақ, ақ қар көк мұзда қар жамылып, таң жастана көшетін жаны сірі малшылар көз алдына кетпей қойды. Осы сурет, осы бір көрініс Темірге еріксіз мойнын бұрғызды. Сен Алтайдың қысын білесің бе деп сұрағысы келді де, бұл райынан тез тайқып оның орнына: сен ауылда болдың ба деді жайлап қана. Иә, болғанда қандай? 10-шы сыныпты бітірген жылы әкеммен ілесіп Булган аймағындағы туыстарда болдым. Әсіресе атқа міну қандай қызық, деді тілі күрмеліп. Шүкіман күйіп кетті. Бұнымен әңгімелесіп отырған менде де ес жоқ екен, деп кәдімгідей күйгелектеніп қалды. Ол қайтадан Алтайын аймалап, алыста отырса да қысы мен жазын, көктемі мен күзін елестете берді. Алтай деген кезде бір оқиға көз алдынан еш уақытта кетпейді. Жер мен көктің жиегі білінбей, алай-дүлей соққан ақ бұрқасынды сен өміріңде көрген жоқсың ғой, деді іштей Темірге қарап. Мың сан айдаһар ирелеңдеп, үрей шақыра, ақшақарды таптап келіп қалғандай, қасқа маңдайдан ұрып тұрған бұрқасынды бетке ұстап, жылжыған түйелі көш кетіп барады. Осы түйелі көштің ізін қуалай, қарны жер сыза бүрсеңдеп келе жатқан бір қора буаз саулық, Қаратаудан қопарыла көшкен ауылдар, таңмен бірге шиқылдап, қар мен аяздан бүрсеңдей қараңғытқа жете жығылды. Азынап соққан қызыл жалын бет қолыңды бір-бір жалап өткен сайын, тотияйындай ойып түседі. Біресе тыз ете түскен тізесін, енді бірге танауының ұшын, немесе желқақты боп тотығып кеткен бетті тері биялаймен ысқылаған қойшы. Осы қой айдаған қойшыға нақтылап көстікші. Өзің сияқты ол да өрімдей жас. Сөйте тұра ең қиын іске білек тұрып, ел алдындағы борышын қаймықпай, қапаланбай, жан-тәнін беріле атқарып келеді. Сен сезінесің бе, Темір? Оның ойлаған ой-арманы сен екеумізден әлде қайда биік, әлде қайда асқақ. Нағыз ерлер солар, біз оларға еліктеуіміз керек. Әй, осы сен мына түріңмен 3-тен жоғары баға алып көрмеген-ақ боларсың. Жаңағы қойшының жігерінде жігер болса бізде. Сен екеуміз ресторанда масайрап, екі езуімізді жия алмай, ішсек те, ішпесек те мас отырмыз. Ал қатаң табиғатпен күресіп жүрген қойшы қандай деші? Шүкіман Темірге осылай дегісі келді. Бірақ ар жағындағы белгісіз бір күш қолды бірақ сілтеп айтқызбады. Шүкіман ішкі арпалысының қиян-кескі қарсылығын жеңіп шыға алмаған соң өз ойымен өзі боп отыра берді. Екеуміз тойып секіріп, сыраға малтығып, арақпен апайтөс қағысқанымыз, ақшаны жаңағы бейнетқор қойшының үйін көшіретін қаржыға жұмсасақ, сен екеуміздің қолымыздан дәл осындай ерлік келсе, тағдырға ренжімес едік-ау. Бағанадан бері Темірде сөйлеп отырыпты, әйтеуір жыбырлаған аузына қарай беріпті. Енді көзіне қарап еді, адам шошырлық. Жылаған кісінің бет-әлпетіне өзгеріс енуші еді. Бұнда оның бірі де жоқ. Көз емес, тек бедірейіп мес жеген без сияқты. Көзінің астыңғы жағы қызарып кеткен, парлабы жасағып тұр. Ол сөйлеп отыр. Қайтсын. Мас адам не демейді? Әйтеуір көктейінді құны жоқ есепсіз сөздер деп ойлады Шүкіман. Ол әлгіден де анығырақ Темірге қадала қарады. Бағанағыдай тілі күрмеліп отырған жоқ. Тіпті мастығынан айығып кеткен сияқты. Сөздері ширақ, аса маңызды бірдеңе айтып отыр. Арайлым, деді. Тіпті сүйкімді қыз еді, деді. Шүкіман бұған енді назар сала бастады. Бетінде қуаныштың белгісі білініп, көзінде жалынды ұшқын жарқ етіп ойнап шықты. Сонсоң ол әңгімесін асықпай сабақтап жүре берді. Арайлым екеуміз 8-ші сыныптан бастап бірге оқыдық. Ол басқа мектептен ауысып келген еді. Кішкентай ғана нәзік, ұяң мінезді ақ қыз. Сабақтан сұралса да, біреумен сөйлессе де, тұңғиық жанарында ұяңдықтың, биязылықтың белгісі тұратынды. Алғашында ол көптің бірі болып, елеусіз жүре берді. Келе-келе сабаққа да мықты, адал, тәртіпті қыз екенін дәлелдей бастады. Бір 90 өтіп, 2-ші 90-нан бастап сыныптың маңдай алды оқушысының бірі болды. Қай пәннің мұғалімі болсын, іштей де сырттайды, бетінше де үлгі тұтып,
үнемі мақтай сөйлейтін еді. Мұғалім мақтаған сайын жерге кіріп кете жаздап ұялып, төмен қарап отыра беретін. Басқа балаларды біреу мақтаса, келешектің ғалымы деп кекеп, мұқап аламыз ғой, ал Арайлымды бірде-біреуміз мазақтай алмаймыз. Ол бәрімізге де қамқоршы болып кетті. Еш балаға сен сондайсың деп бетіне айқайлап тұрмайды. Алғашқы 2.90-ның өзінде де ол бәрімізді өзінің аузына қаратты. Ағаш басына шығып айқұлақтанып тұрған ақкөз тентектің бірі мен едім. Бірақ Арайлымның алдына барғанда жуасып аузымнан сөзім түсіп тұратын болды. Не сиқыры барын кім білсін? Әйтеуір бәріміз жаннан артық көрдік. Басқа қыздардай дарақылана шарқ-шұрқ етпейтін, оқыған сабағына, табысына еш уақытта мастанғанын көргем жоқ. Мінезі тұйықтау, үнемі ой үстінде жүретін. Оның қасына бара қалғанда не сияқты қиял ғажайып дүниелердің куәсі боласың. Ол тіпті ғажайып армандайтын. Арманы тым биік еді. Әңгімесіне сені де араластырып, сендіре сөйлеп, ғылым мен техниканың небір фантастикалық шарлау биігіне алып шығып, егер осылай болса, сен қалай шешер едің? Осы мәселеге қалай қарар едің деп өз қиялына сені ортақтастырып ала жөнелетін. Арайлымның әрбір сөзіне, әрбір қиялына сенбеу мүмкін емес еді. Бидай өңді, әдемі ақ-торғын сәби жүзінде нәзік сәуле ойнап, қап-қара мөлдір жанарында тереңдіктің құпиясы толқындап тұратында. Біз оған қарап аузымызды ашып, көзімізді жұмып тыңдай беретінбіз. Тіпті оның сұрағына мықты деп бір тұтып жүрген мұғалімдеріміз де ойлана жауап қатады. Немесе бүгін сабағым сыймай қалды, ертең айтып берейін деп кейінге қалдыратында. Біз естіп білмеген дүниелерді оқып, тоқып, соның төңірегінде қиялдайтын. Бір күні тарих пәнінің мұғалімі сабақ үйретіп тұрып, біздің жыл санауымыздан бұрын және біздің ғасырымыздан 6-шы эраға дейінгі кезеңде Моңғолия жерінде өмір сүрген тайпалар хат білмеген. Сондықтан олардан жазба дүние қалған жоқ. Тек жалғыз ғана сүйенетініміз археологиялық қазбалар. Бұл сол кездің адамдарының шаруашылығын, әдет-ғұрпын анықтауға біраз нақты деректер береді. Ал қай тілде, қалай сөйлегені бізге белгісіз деді. Жанымда отырған Арайлым үнсіз тыңдап, ой үстінде отыр еді, маған мойнын бұрып. Ол кездің адамдары біздің осы жерімізде өмір сүргені рас емес пе? Егер рас болса, сондағы тау-тас осы күнде сол қалпымен тұр емес пе? Сол дәуірдің адамдары өз арасынан сөйлесетіні шын болса, тастағы магнит өрісіне олардың дауысы түсуі мүмкін ғой. Қазіргі ғылым мен техника өркендеген осы заманда тастағы магнит өрісіндегі дауысты түсіріп ап, зерттеп шешуге неге болмайды деп күбірледі. Бұндай ой менің үш ұйықтасам санама келмес еді. Мен сондықтан да Арайлымға таңдана қарадым. Оның екі беті алаулап, көзінде ұшқын ойнап тұрды. Мұғалім жаңа сабағын үйретіп болып, кімде сұрақ бар? Деді. Арайлым класты бір шолып өтті де ұяла қолын көтерді. Ол жаңағы сұрағын қойды да, физиканың осы мүмкіншілігін пайдалануға болар ма еді? Деді. Мұғалім таң қалды. Аз ойланды да қолындағы борын тақтайдың үстіне қойып, бет орамалын алып сүртінді. Сосын мейірбан жүзбен, айналайын Арайлым, деді даусы дірілдеп. Тап сенің осы ойың оқушы тұрмақ тарихшының да, физиктердің де санасына кіріп шықпаған шығар. Бұл сендердің істерің жоқ, тек сенің ғана қолыңнан келетін ісі, деп разы бола сөйлеп кетті. Міне ол осындай алғыр ойлы еді. Сол Арайлым мені адам болдырды. 9-шы сыныпта оқып жүргенбіз. 2-ші тоқсанда бір сабақтан жаман шығып қалдым. Мұныма әке-шешемнен емес, Арайлымнан ғана ұялдым. Ұяттан өртене жаздап кірерге тесік таппай отырмын. Басым төмен салбырап, өзімді-өзім жәбірлеп, жарыла жаздап отырмын. Бүйткенше жерге кіріп кеткенім дұрыс сияқты. Көзімнің қиығымен Арайлымға қараймын. Ол менен өткен, ұяттан жарыла жаздап, ернін тістеп отыр. Оның бетіне енді түзу қарау қиыннан қиыны сияқты. Қорытынды естіртіп тарап бара жатқан кезде маған ешкім де ілеспеді. Сүмірейіп, балалардың ең соңынан сыртқа шықтым. Ешкім де мені тоспапты. Жападан жалғыз қалыппын. Жаным құлазып, онан әрмен жүдеп кеттім. Иә,
Маған жаны ашитын бір жан жоқ болғандағысы ғой. Мен иен далада жалғыз қалғандаймын. Қай жерде жасырынып тұрғанын кім білсін. Бір бүйірден Арайлым шыға келді. Ол менімен біраз үнсіз ілесіп жүріп отырды. Ол да, мен де үнсізбіз. Жүйке мезіліп, жүдеп-ақ келемін. Бірдеме айтып, бетімді ашса деймін іштей. Нағыз тозақ осы екен. Бүйткенше бетіме жанып жіберсе, маған анағұрлым жеңіл болар еді. Біздің үйге де таяп қалдық. Бұл қиындықтан мені Арайлым өзі алып шықты. «Темір!» деді. Даусында ешқандай қысылған да, қымтырылған да белгі жоқ. Үні соншама баяу, биязы, соншама салмақты. Сонсоң менің жауабымды күтпестен: «Сенде басқа балаларда кездесе бермейтін бір ерекшелік бар», деді. «Білем», дедім іштей. «Басқа балалардан ерекшелігім, ынжықтығым, көп милығым, соны бетіме басқалы келесің бе?» деп айқайлағым келді. Ол маған нашар қорытынды көрсеткеніме ренжіп, жәбірлеп, табалаудың орнына дәл осылай деді. Ол қандай ерекшелік еді деп сасқанымнан. Әркім өз бойындағы жақсы қасиетін дұрыс көре білмейді. Өзіне өзі сын көзбен қарап, оны дәл таба білу де қиын. Ал сендегі қасиет намысшылдық. Келесі 90-да жақсы шығасың, әкел қолыңды, деп қолын ұсынды. Мен осы шын айтып тұрма дегенде бетіне таңдана қарадым. Ешбір күдік, күмән дегеннің ізі де жоқ, сондай сенімді. «Бұл не сенім?» деген сұрақ келді маған. Иә, ол мені өзін және өзімді алдамайтын нық сенімде шақырып тұр. Мен ер жігіт емеспін бе? Арайлымға қолымды ұсынып, қайтсем де жақсы шығамын дедім. Дәл осы кезде көзімнен бір тамшы жас ыршып кетті. Жігітпін ғой, көз жасымды көрсеткім келмей теріс айналып кеттім. Біз осылай қол алыстық. Сол күннен бастап мен сабақтан бас алмадым. Сабақтан жаман алсам өзім демес тап Арайлымды қорлап, соны ренжітіп аламын ба деп қорықтым. Екіншіден, ер жігіт айтқан сөзінде тұру керек. Ол да менімен бірге сабақ оқып, білмегенімді айтып беріп жүретін болды. Бұрынғы жағалас, бейпіл ауыз сөздер, будақтата тартатын темекі, бәрі қалды. Сөйтіп, 3-ші, 4-ші, 90-да жақсы оқып, 10-шыны жақсы деген бағамен бітірдім. Арайлымға жақсы оқимын деп сенім білдірген күннен бастап екеуміз жұбымызды жазбайтын болдық. Маған деген ықыласы да бөлекше. Сабақты бірге оқимыз, мектепте бірге боламыз. Егер оған тұмау тиіп келмей, не сұранып кетсе, мен жалғызсырап отыра алмаймын. Арайлымның орны өгейсіп, қоңыл тақсып, көңілсізденетінді шығардым. Кластағы ұлдар бұрынғы алқа салқалықты қойып, жинақыланып, шамасынша таза киінетінді шығарды. Мен де Арайлымның алдында мұнтаздай таза киінуге тырысамын. Шүкір, әйтеуір әке-шешем екеуі де орта маманды мастерлер, жалақыны мол алады. Не ішем, не кием дейтін емес. Күніне әлденеше рет айнаға қарап таранамын. Осылайша аяқ астынан біздің класқа өзгеріс кірді. Ал ұстаздар бұны есейгендік, ақыл-ес кіргендік деп түсінді. Менің мінез құлқым, жүріс-тұрысым мүлдем өзгеріп кетті. Үнемі белгісіз бір нәрсе аңсайтын сияқтымын. Үйге келсем алабұртып отыра алмаймын. Бір тілім нанды екі бүктеп ауызға сала сап, бір кесе шайды жұта сап, мектепке қарай жүгіремін. Арайлыммен бірге гимнастика секциясына барамын. Мұғалімнің айтқанын қалт жібермей, мүлтіксіз орындауға тырысамын. Бөлісті сағаттан тысқары гимнастикамен көп айналыстым. Сабақтан қолым босай қалса, спорт залына тартамын. Өйткені Арайлымнан қалып қоймай, оның алдында серіппеше серпіліп жүру менің мақсатым. Ал сіз Арайлымды дайындық үстінде көрсеңіз, мүмкін есіңізден талып жығылар едіңіз. Оның шешінген кездегі сүліктей жұмыр денесі, сәл шылқақтау кеудесі, тіп-тік балдыры, құмырсқадай қиылған белі, бәрі көзін құртын қоздыратын. Табиғат өстіп те адам баласын жаратады екен-ау дегізіп, кімді де болса тамсандырып, іштей күрсіндірер еді. Ал торғын тамағы мен сәби жанары осы дене бітімдегі соншама биязы нәзіктікті паш етер еді. Дәл осы араға келгенде Темір басын шайқап, екі алақанымен бетін жаба аһ-ұра күрсінді. Тамағына тас кептеліп тұрған сияқты. Жүрегі жаншылып, езіліп кеткендей болып үнсіз қалып,
Сонсоң екі қолын бетінен жұлып алып еді. Алақанынан жас сау ете түсті. Ол бет орамалымен жасын сүртіп тастады да шылымын тұтатып әңгімесін жалғастырды. Айтпақшы, ұмытып барады екенмін. Оның әке-шешесі де менің әке-шешем сияқты қайтсем бастығымның оң жағынан шығам деп қылпылдап өтірік ділмәрсіп кісімсіген адамдар емес еді. Нағыз қара табан бейнетқор жұмысшы. Әкесі күні бойы химиялық қышқылды сордан тері шығарады да, шешесі табанынан таусылып 8 сағат бойы тікесінен тік тұрып жүн сұрыптайды. Үйлерінде 5 бала бар. Солардың ішер ас, кер киіміне дейін мұнтаздай ғып тазалап жан ұшыра жүгіретін жалғыз Арайлым. Ол осы үйдің үлкені еді. Уақыт жылжып өтіп жатты. 10-шы классқа көшкеннен кейін менің хәлім тіпті мүшкілдей түсті. Бір нәрсем үнемі жетпей тұратын сияқты. Қарадан қарап отырып қиналамын. Не жетпейді, неге қиналатынымды білмеймін. Көңілім алабұртып, белгісіз бір ақшаңқан сәулеге қол созатын сияқтымын. Ол не нәрсе екенін де білмеймін. Әйтеуір Арайлымды аңсаймын да тұрамын. Бір партаға бірге отырсақ та аңсап отырамын, сағынып отырамын. Әлгі махаббат дегені осы шығар деймін. Сонда мен періштедей ақ Арайлым менсінбес деймін. Арайлымды аңсайтыныма өзімнен өзім ұялам. Қай бетіммен аңсаймын? Ол мені қалайша ұнатпақ, мені не үшін сүймек? Жоқ, ол мені менсінбес деп езіліп жүнжемін. Не болып бара жатқанымды білмеймін. Әйтеуір сабағыма жан сала дайындаламын да, қолым босай қалса спорт залына жүгіремін. Бірақ өзімнен өзім азып, жүдеп кеттім. 3-ші 90-ға барғанда қу сүйек болып арыдым. Саған өтірік, маған шын. Бір күні айнаға қарап тұрсам, самайыма 3 тал ақша шығыпты. Ал Арайлым бұрынғыдай емес, тұңғиық болып барады. Үзіліс сайын сыртқа шықпай терезеге қарап, жанары мөлдіреп, асып төгіліп кете жаздап отырады. Ол да менің басымдағыдай бір дүниені кешіп жүрген сияқты. Бірақ мені емес, басқа біреуді аңсайтын шығар деп ойлаймын. Дәл өстіп терезенің алдында тұрған кезде жанына ептеп барып қалғанымда жанары боталап, мөлдіреп бір қарап қояды да, самайына түсіріп, бүйралап қойған тұлым шашын кейін ысырып ойнап кетеді. Арайлымға бірдеме айтқым келеді. Жоқ, айта алмаймын. Қолым дірілдеп, жүрегім соғып, тамағыма тас түйілгендей тұрам да қаламын. Не істеуді тіпті білмеймін. Осы қалыппен жүре берсем, өзімді өзім іштей жеп құртатын сияқтымын. Бір күні кластың еденін жумақшы боп, ерте келе қалсам, терезеден сыртқа қарап, жападан жалғыз Арайлым тұр. Жұмыс киімі бойына қандай әдемі жырысқан деңгізші. Жүн жейденің етегі елік мықынының үстіне сәл иіле тоқтаған. Джинсының балағын қайырып тастаған кезде қысқа қонышты туфли етігі сәбидің білегіндей балдыры еденді әзер-әзер тіреп тұрған тәрізді. Есіктен ақырын кіріп бардым. Ол білген жоқ, бұл ерлік қайдан пайда болғанын кім білсін. Жүгіріп барып көзін басақ қойдым. Жүрегім лүп-лүп етеді. Ол ақырын қолымның сыртынан бір қолмен сипалады. Арайлым жан жүрегімді аймалап тұрау. Шыдамадым. Шиедей ернінен сүйіп алдым. Дүние шыр көбелек айналып көшіп бара жатқандай. Құлағым шыңылдап, жүрегім лүпілдеп, көгілдір көк капрон дүниеге еніп кеткендей болдым. Сол-ақ екен. Арайлым көзін жұмып кеудеме құлай кетті. Буыны құрып, өзін ұстай алмай қалды. Жанарынан жалғыз тамшы үзіліп түсті. Сүйіп жатырмын. Менде ес жоқ, ақылымнан адасқан сияқтымын. Енді бірде ол көзін ашып, ақырын қарады да, ернімнен сүйіп алды. Не боп кеткенін білмеймін. Жылағым келді, бірақ өзімді өзім ұстап қалдым. Екеуміз бірдей ұшып тұрдық. Міне, осының бәрі қас пен көздің арасында келеді екен. Мен далаға жүгіре шықтым. Сонау көгілдір таудың басына шығып, жер дүниені дүр сілкіндіріп айғайлағым келді. Темір одан әрмен сергіп, мастығынан айығып кетті. Соңғы сөзін айтқан кезде көзінің оты жарқылдап, бетіне қан жүгіре, жан дүниесі тіріліп, жүрегін жегідей жеген уайымды, қайғыны ада күде сілкіп тастап құлпырып шыға келді. Енді менің алдымда мас адам емес, дүниеге ғажайып, ғашық көзбен қарап,
Құйтақандай сәби жүрегі лүп-лүп соғып, күнәдан пәк, мөлдір махаббатын аялап аймалаған балаң жігіт отыр. Оның айналасындағы біткен көрініс ұлпадай мамықтанып, бүлк-бүлк етіп дем алып, бәрі де жүрек шымырлатар нәзіктіктің, сезім қытықтар құмарлықтың, таңғажайып күйін себезгілете сызылтып, шым-шымдап жан жүйесін жаулап алып бара жатқандай халде. Аузын ашса, жүрегі көрінген өрімдей жасты дәл өз халінде кімде болса аялар еді. Ол қолына темекі де ұстамаған, арақтан да аулақ отыр. Үстелінен сәл шегініп әңгімесін қайта сабақтады. Өстіп біз егіз қоздай жүк жазбайтын болдық. Бұрынғыдан да ерекше жақындасып кеттік. Енді оның жанарынан мен өзіме деген көл көсір сүйіспеншілікті айтып, тіл жеткісіз қамқорлықты аялап, әлпештеген ғажайып жылы сезімді, елжірей мөлдіреп тұрған сағынышты сырды ұғамын. Қараған сайын жүрегім шым етеді. Соң кібіртіктеп кетемде, бұрын басымнан кешіп көрмеген бақытқа, кейде күмәнданып, шын ба, өтірік пе деп неғайбыл күй кешемін. Әйтеуір ғажайып түс көріп жүрген адам сияқты боп кеттім. Арайлым екеуміз өстіп, мектепке бірге барамыз, бірге қайтамыз. Алмағайып ағайдының тереңіне бірге сүңгіп, бірге шығып жүрген аққудай жұбымызды жазбаймыз. 10-шы сыныптың көктемі болатын, тағы да екеуміз қол ұстасып әңгімелесіп бара жаттық. Көшеде де ол аяғының басына емес, сонау көкжиекке көз тастап қиялдайтын. Осы әдетін арманшылдығы, қиялшылдығы деп ойлайтынмын. Шынында оның қиялы, оның арманы тым алыста еді ғой. Мен баяғы әдетіммен аяғымның басына қарап келе жатқанмын. Арайлым жайма шуақ қана еркелей басып, сумкасын ырғап бара жатқанда кенет «Өрт!» деді де сумкасын лақтырып тастап ұршы жөнелді. Арайлымның даусы шыңғыра қатты шықты. Біреу қанжармен жүрегімді қақтырып өткендей болды. Шошып кеткенім соншалық мелшиіп тұрып қалыппын. Алдындағы аулалардың үстінде қою қара түтін бұрқ етіп, маңайын қызыл жалын турап барады екен. Есімді тез жиып, Арайлымның сумкасын қолтығыма қыса сап, артынан жан ұшыра жүгірдім. Япырай, бұл қандай сорлының үйі екен, кісісі аман болса игі деймін. Бір кезде сүрініп барып етпетімнен ұшып түстім. Қолымдағы 2 сумка 2 жаққа кетті. Тұра сап тағы жүгірдім. Ой пырмай, әлгі Арайлым өрттің ішіне қойып кетпесе екен деймін. Әйтеуір жеттім-ау, өртеніп жатқан үйдің қасына бір топ кемпір шал жиналып қалыпты. Бір әйел ойбай сапжылап, қою қара түтінге айналған үйді айнала жүгіреді. Бұлардың ішінде Арайлымым жоқ. Жаңа бір қыз келді ме деймін. Бір кемпір оқты көзімен ата қарап, көрмей тұрмысың, өрттің ішіне кіріп кетті, деді. Мен де өртке тап бермекші боп едім, жүрегім дауаламай кідіріп тұрып қалдым. Дәл осы кезде ар жақтан құндақтаулы кішкентай баланы көтеріп, қап-қара күйеге оранған Арайлым тәлтіректеп шыға келді. Қою түтіннен шыға бергені сол еді, жанын қоярға жер таппай, шырылдап жылап жүрген әйел оның қолынан баласын жұлып алды. Түтіннен шыға бере лоқси қақалып бара жатқан Арайлымды тосып алдым. Кешікпей өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем де жетті. Сол кезде не болып жатқанын білгем де жоқ. Бәрі жүгірісіп Арайлымға тыныс беріп жатты. Мен бет-аузының күйесін сүрте беріппін. Міне, достым, ол осындай ержүрек қыз еді. Өстіп ол кішкентай сәбиді ажалдан арашалау үшін өзінің уыздай жас өмірін пида ете жаздағанды. Оның санасында өзімшілдік дегеннің нышаны да жоқ. Тек әйтеуір ерлікті қиялдап, арманы асқақтап тұратынды. Сөйтіп, біз 10-шыны ойдағыдай бітірдік. Арайлым кибернетикаға, мен электрикке бөліс салып, Москваға тартық. Бізде уайым қайғы деген атымен болған жоқ. Алдымыздан не күтіп тұрғанын да білмедік. Алабұртқан көңіл, лүпілдеген сезім, алып ұшқан арман бізді алға, тек алға жетелеп алып бара жатты. Өмір дегеннің не екенін өз басым темір жолдың қос рельсіндей түзу сызықтай сезіндім. Енді біздің алдымызда бөгет, қатер болады деген үш ұйықтасам да ойыма кірмейтін. Бүкіл әлем тек жақсылықтан ғана, пәктіктен ғана жаратылғандай сезінетінмін. Өстіп түзу сызықпен екеуміз қол ұстасып Москваға да келдік.
Бірінші курсты ойдағыдай оқып келеміз. Мектебіміз екі бөлек болғанымен лекциядан тарай салып күні бойы біргеміз. Кітапханада да, кинотеатрда да, би залында да жұбымызбен жүреміз. Оны қойып киетін киімді де бір өңмен киінеміз. Ел бізге қызғана қарайтын сияқты. Алуан түрлі гүл қаптап өскен тауды екеуміз қол ұстасып, қалқып аттап келе жатқан түсті үнемі көремін. Бір күні осы гүл тауды қол ұстасып, қалқиясып келе жатқанымызда жетектеп бара жатқан қолым шығып кеткен екен деймін. Арайлым биіктей аспанға ұзап бара жатты. Ақшанған капрон көйлегінің етегі желбіреп, қарасы үзілді. Тым биікке, көк жүзіне, түпсіз көк аспанға сіңіп, бірақ жоқ болып кетті. Айғайлап, шошып, ояна келсем түсім екен. Көзімді жас шауып кетіпті. Жүрегім тоқтамай аласұрып тұр. Түсім болғанына қуандым. Егер өңімде солай болса, қайтер едім? Тағдыр бізді айырады деп ойламаған да едім. Өмірде тағы да қол ұстасып қалқып, құстай ұшып жүре бердік. Арайлымым, күн өткен сайын дене бітімі сымбаттанып, сүмбідей жұмырлана түсті. Тамағының астына, кеудесіне, балтырына көзім түскен кезде теріс қарап іштей сұғым-тасқа дей беремін. Тек мен емес, басқалар да Арайлымға сұқтана қарайды. Біз өстіп күн артынан күн өткізе бердік. Бір күні асханадан тамақтанып алып, темір жолдан өтіп бара жатқанбыз. Сөйлесіп бара жатып байқамай қалыппыз. Екі жақтан екі состав кеп қалғанын. Қолынан қайтып айырылып қалғанымды білмеймін. Арайлымым ыршып өте бергенде пойыздың астына түсті де кетті. Дүние шыр көбелек айналып, көзім еш нәрсені көрмей қалды. Алдымдағы состав сонша ұзын емес екен, тез өте шықты. Қарасам, өзім екі составтың арасында қалыппын да, Арайлым вагонның астына түсіп, бөлініп қалыпты. Қан жуса, дүние қып-қызыл қан. Ол осылай деп. Тақтайды жастана қыстығып жылап жіберді. Жауырыны мен бүкіл денесі солқылдай бүлк-бүлк етеді. Шүкімән оған жылама деген жоқ. Өйтіп айтатындай онда дәрмен де болмады. Темір шай қайнатып уақыт қыстығып отырып қалды. Біріне бірі тіл қата алмады, сөз бастауға қорқатын тәрізді. Шүкімәннің де жүрегі жылап отыр, жаны түршігіп, екі көзі шарасынан шықты. Бұл да темірмен бірге қайғырды, қайтерін білмей. Жүрегі аузына тығылып, ауыр хал кешті. Бір заматта темір бетінен алақанын алды, көз жасын сүртіп, жөнге келді, Шүкімәнға қарап. Сөйтіп, мен ақ арманымнан мәңгілікке айырылып қалдым, достым, деді кемсеңдеп. Көзінің жасын бұл жол сүрткен жоқ, қасында жүріп ақ, жетектесіп жүріп ақ айырылып қалдым, достым. Солай, достым, мен қазір өлген адаммын. Мен қазір Арайлымның темір емеспін, ол темір баяғыда өлген. Мен қазір арақкеш, көшенің тат басқан темірімін, деді Ахұрып. Бұны естіп отырған Шүкімән сенделіп кетті. Олар үн-түнсіз орындарынан ахлап, күрсініп тұрды. Маңайындағыларды Шүкімән көз қиығымен шолып өтті. Еріндер жыбыр-жыбыр етеді. Бөтелкенің ішіндегі мөлдір арақ емес, қып-қызыл қан сияқты. Қан оймағауыз рюмкаларға құйылып жатқан сияқты. Шараптар мөлт-мөлт етеді. Жоқ, шараптар емес. Арайлымның сұлу мүсінінен тек қана бота көзі ең ақырғы рет мөлт етіп сөніп бара жатқан сияқты. Автобус тормоз басып тоқтағанда Шүкімән ойдан айықты. Осының бәрі көз алдынан көлбей өтті. Темір автобустың артқы есігінен кіріп кеп, сол есіктен қайра түсіп кетті. Шүкімән оған жаны аши, қайран азаматтың алтын Арайлымы, асыл арманының қанаты қайрылып топшысынан ерте сынған екен-ау, деді күбірлеп.